Баршаңызға қайырлы күн. Арнама қош келдіңіздер. Арнама жаңадан қосылған жандар болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Біз бүгін сіздермен дәл осылай өріктен тосап жасайтын боламыз. Ең алдымен жәшіктегі өріктерімізді сорттап алатын боламыз. Яғни өзімізге қажетін теріп алатын боламыз. Өзімізге қажетін дәл осылай реттеп теріп алдық. Вареньеге дәл осылай өріктің ортасындағы дәнегін алып, осылай өріктің ортасынан бөліп шығатын боламыз. Кепкен дәндерді шағып, осы тосаптың ішіне қосатын боламыз. Яғни ішіндегі дәндерін қосатын боламыз. Дәл осылай өрігімізді тосапқа дайындап алдық. Және өріктің килограммына байланысты дәл осылай мен 3 кило құмшекер қостым. 4 кило өрікке 3 кило шекер қостым. Және де дәндерді дәл осылай бетіне салдым. Өртімге қойған вареньені қайнатуға 20 минутқа қойып, дәл осылай банкаларымызды парлап, вареньелерімізді құйып шығатын боламыз. Тосаптарымыз ешқандай да езілмей бүтін күйінде шықты. Және де дәндерімен өте әдемі болып шықты. Дәл осылай қақпақтарды мықтылап бекітетін боламын. Және де банканы мен ылғи да төңкеріп қоямын. Мен өзімнің әдісім солай. Әркім өз білген әдісімен комментарий бөліміне бөлісіп жазуға болады. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.